Сәлеметсіздер ме? Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Біз бүгін тағы да осы герань, яғни қастамақ гүліне арнап тағы да бір видео түсірейін деп шештім сіздермен бірге. Бұл видеода біз осы бір 2 жеті бұрын еккен осы герань гүлімізге арман қарай жақсы өсу үшін, тез осындай жапырақ өсіп келе жатқан өскіндерін тез үлкейту үшін жақсы бір тыңайтқыш жасап құятын боламыз. Соны сіздермен бірге жасап менің құйғым келіп отыр. Міне өздеріңіз көрсеңіздер, бұның топырағының барлығы кепті. Мен саусағымды тығып қарадым. Менің бір саусақтың көлеміндей топырақ кеуіп қалған. Яғни бұған су құя беруге болады деген сөз. Ал енді мына өскіндерін қарайтын болсаңыздар, бұл өскіндері өткенде мен бір видеомда көрсеткенімде бір қапталында ғана тамыры бар еді. Ал енді қарап отырсаңыздар, бұл ыдысының барлығын аппақ тамырымен толтырыпты. Яғни бұның барлығы тамырланып өскіндер өсті деген сөз. Бірақ өскіндердің барлығы дерлік өсіп кеткен жоқ. Мен 6 осындай өскін салып едім. Оның 3-і осындай өспей қалды. Бірақ мынаның жоғарғы жағында кішкентай ғана өскін шығыпты екен. Егер де қазір кесіп көреміз, өскіні арман қарай сау болса, кішкентай болса да бұны сақтап қалуға тырысамыз. Ал енді қалған 3 өскіні осы ыдыста отырып арман қарай өсе береді. Шамалы өскіннен кейін, мынау ыдысын әбден аппақ тамырлармен толтырғаннан кейін, бұны біз бөлек-бөлек 3 ыдысқа отырғызатын боламыз. Негізі бұл қастамақ гүлі осындай кескен өскіндерді топыраққа салғаннан кейін оның барлығы жетіліп кетпейді. Міне қарасаңыздар, 3 өскін жетілмей қалды. Осындай шіріп кеткен. Енді бұны тастаймыз, ал қалған 3-ін арман қарай өсіретін боламыз. Енді бұл гүлдердің жақсы өсіп жетілуіне, көп жапырақ шығару үшін біз бір емес 3 қоспадан жасалынған тыңайтқыш әзірлейтін боламыз. Енді мына жерде қарап отырсаңыздар, мынау өскен жапырақтары бір қапталы әдемі болып өсіп тұр. Ол неліктен дейтін болсаңыздар, ол күн бетінде тұрған жапырақтары күнге қарап әдемі болып өскен. Енді біз қазір суды құйып болғаннан кейін оның жапырағы ашыққан жағын күнге қаратып қоямыз. Сол кезде бұл жан жағына жапырақтарын біркелкі тегіс қылып өсетін болады. Енді тыңайтқышымызды дайындайтын болсақ, мынау бізде өте қымбат тыңайтқыш. Бұл осылай бөлініп сатылады. 20-20-20 деп аталады. Мысалға плантафол 20-20-20 деген болады. Тағы да осындай 18-18-18 деген, мысалға калий 18, магний 18, цинк 18 деген сияқты әр өзінің тыңайтқыштар бірдей формулада болған уақытта сондай тыңайтқышты алсаңыздар, ол гүлдеріңіздің тез жақсы жетіліп, жақсы өсуіне көмектеседі. Енді біз бұл жерде бұл гүлге 3 жаңа мен айтып кеттім, қоспадан жасалған тыңайтқыш жасаймыз. Біріншісі жаңағы 20-20-20, екіншісі аммиак, үшіншісі янтарная кислота, яғни янтарь қышқылы. Егер де өздеріңіз қолдарыңызда кәдімгі дәріханаларда сататын дәрі түріндегі янтарь қышқылы болатын болса, оны да қоссаңыздар болады. Ал мынау жаңағы 20-20-20 ол гүлдердің тез жетілуіне, бойын өсіруге жақсы көмектеседі. Аммиак ол жасыл жапырақтарын көбейтуге көмектеседі. Ал янтарь қышқылы өздеріңіз білесіздер, ол гүлдердің жаңағы бойын өсіруге, тамырын жақсы шығаруға, тамырын қатайтуға көмектеседі. Мен жаңа гүлдер дүкеніне барғанда ұнтағы таусылып қалыпты. Осындай маған янтарь қышқылын берді. Мен бірақ ішін көрмедім. Жаңа ашып қарасам, іші сұйық екен. Ондай да янтарь қышқыл болады екен. Бірақ оқып қарасам, ол янтарь қышқылын тек гүлдерді және де бау-бақшадағы қияр, қызанақ сияқты көкөністерге себуге арналған екен. Бірақ бұрын біз епенді тек гүлдердің жапырақтарына себеміз дейтін едік қой. Бірақ қазір ол епенді
біз цирконды гүлдердің тамырына да құйып жүрміз. Сондықтан да мен 1 миллилитр сол янтарь қышқылының сұйықтығынан қостым. Көреміз гүлдерге қандай әсер беретінін. Енді осы 3 қоспа бір-біріне араласа отырып, күштерін күшейтіп, гүлдердің жақсы өсіп, жақсы тамыр шығарып, осындай жақсы жапырақ ашуына, жапырағын көбейтуіне көмектеседі. Бұл қоспаны 2-7-де 1 рет беріп тұруға болады. Бұны жаңғыз бұл герань гүліне емес, басқа да гүлдерге берсек жақсы болады. Өздеріңіз жақсы білесіздер, көктем мезгілінен бастап барлық гүлдер қарқынды өсе бастайды. Сондықтан да олардың жақсы өсуіне көмектесу үшін біз әртүрлі қоспадан жасалған тыңайтқыштар беруіміз керек. Бұл тыңайтқыштарды 2-7-де 1 рет немесе айына 1 рет берсек болады. Негізі көктем мезгілінде гүлдер осындай тыңайтқыштарға өте қатты зәру болады. Өйткені олардың топырақтары, егерде 1 жыл болған топырақ болатын болса, ол топырақта ешқандай құнар болмайды. Сондықтан да оларға біз жақсы өсу үшін тыңайтқыш беріп көмектесуіміз керек. Менің осы видеом сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.